Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті көрермендер. Біздің STV Channel YouTube арнасында Жан айқай екі тақырыбында видеолар шығып жатқандығын білесіздер. Бұл видеода Түркістан облысы Сауран ауданы Қарашық ауылдық округі әкім есебі кезінде Құмтиын елді мекенінің ескі мектебі үлкен дау тудырған болатын. Осы мәселе төңірегінде Сауран ауданының әкімі 26 ақпан күні Құмтиын елді мекеніне ат басын бұрып, ауыл тұрғындарымен арнайы кездесті. Бүгінгі видеода Жан айқай 3 тақырыбындағы әкім кездесуі. Ал халық не айтты? Әкім не деді? Бұл сұрақтың жауабына бірге куә болайық. Назарларыңыз бізде болсын. Bir нәрсе болса да, мектептің болашағы деп атсалысып жатыр. Мысалы біз осы жерде оқыдық, бізден үлкендер де оқыды. Ал енді біздің балаларымыз келіп жатыр да. Енді любой адам, любой бала сұрақ қояды. Әкетай оқыған мектептеріңіз осы ма деп. Иә деп мақтанамыз. Бірақ жағдайы осындай болып тұра берсе, тағы да 30 жылдан кейін осындай болып тұруы мүмкін. Мына енді қазір 21 ғасырда оқып жатырмыз дейміз да, мынаны ешкім көп көрмеді. Енді Ғани Құрмашұлы келіп көріп тұр қазір да көзімен. Бұл енді суретке түскенде бұл тестті ешқайсысын түсірмейміз ғой, әдем жерін түсіреміз. Мынаның бір екі терезесі болса да мейлі ғой, иә. Мына төбені қараңыз, потолокты қараңыз, потолокты қараңыз. Любой кедейдің үйінен нашар ғой, мынау қараңызшы қазір. Енді 76 жыл салынған нәрсе ғой. Тарлығын оқушыға көріп тұрсыз ғой, бәрі бөлмені. Интернет бар ма? Кім жерде? Интернет бірақ жерде ғой. Бірақ бір точка ол қағазымызды көтермейді. Үште біздеге жоқ. Түркістан қасында тұрамыз, облыс орталығы. Интернет жетпейді. Ең Түркістан облысына ең жақын ауыл Құмтиын ауылы. Көтеріп жатқан мәселе мектеп. Мектеп қазір жақсы білесіздер, мектеп бізге аудан әкімдеріне бұрын қарайтын. Қазір мектеп, балабақша дегендердің барлығы облысқа өтіп кетті. Бірақ біз облысқа өт дегенде сол көтеріп отырмаймыз. Біз енді осы елдің әкімі болғаннан кейін бізге барлық нәрсе қатысты. Мен мына Құмтиындағы мектепті бұның мәселесін білемін. Мен енді кеше осы ауылдың тұрғындары жаңағы айтып жатыр деген мен арнайы сіздерге кездесуге келдім. Мектеп санасаңдар да болмайды. Өйткені жаңа Назарбаев уақытында туыңдар дегесін, әр үйде 6-7 баладан бала бар. Оның бәрі мінен де пілла құртып өсіп келе жатыр. Ертең олар мектепке келетін болса, мына мектеп болмайды, ертелеу салыңдар. Сол бір жылдың ішінде бітіріңдер оны сентябрьде. Болды, әпше. Мен айтып отырмын ғой, мектеп біздің бірінші кезектегі біз қалай айтамыз, қазір міне жаңа Қазақстанға өтіп жатырмыз, е? Бірінші кезекте біз балаға білім беруіміз керек. Ауылдың адамдар, сіздер де соны қадағалап отырыңыздар. Бізге қайта. Міне ауылдың әкімі енді жаңағы біз бұл ауылдың әкімін ауыстырамыз деп отырмыз. Сөздің ашығы керек қой енді. Осы ауылдан қойсаңыз бір әкім, 30 жылда бір әкім тобы болатын шығар. Бұлай жігіттер, оны халық шешеді. Бұлай жігіттер, мен шешпеймін. Қазір ауылдың әкімін халық сайлайды. Мен өткенде осы айтып жатырмын. Осы жерде 4-5 көше ма, 10 көше болса, 10 көшеге 10 белсенді кісіні қойып қойыңыздар. Сөйтіңіздерден сол 10-ыңыз осы ауылдың белсенділер тобы болыңыздар. Сол топ келіп халықтың жағдайын айтып отырсын. Халықтың жағдайын айтқанда тек қана өкімет істейтін нәрселер емес, халықтың ішінде де жасайтын нәрсеміз көп қой. Өзіміз көшемізді, үйіміздің айналасын таза ұстауымыз керек. Ағашын егіп қоюымыз керек. Ажырасып кетіп жатқан семьялар көп. Соларға барып ақылымызды айтып, қандай жағдайы бар, тұрмысы өте нашар семьялар бар. Оларды шығарып жұмыс жасауымыз керек, қоғам болып жұмыс жасауымыз керек. Біздің мал ұстау үшін өтіп отырмыз. Әйтеуір ана балдарымызға бір пиала айран керек, бір 2 жұмыртқа керек. Ал енді малымызды ет керек, малымызды жаятын жеріміз жоқ біздің. Үйімізден шығара алмаймыз малымызды. Үйде байлауда тұрған сиыр не сүт береді? Жалғыз сиыр ұстап отырмыз. Ада шығатын уақытта дұрыс еді, 4 сиыр, 5 сиырдан ұстап, ішкеніміз ішіп, ішпегеніміз базарға апарып сатып, нан бұлғып отқанбыз. Ал қазір ол жағдайдың біреуі де жоқ. Халықтың бәрі әйтеуір өлместің күнін көріп отыр. Осында ескеріңіздерші. Мына азғантай жер бар еді айналада. Оны байшыкешер сатып алып қойды. Ақшасы барлар. Біз құзаған ақшасы жоқтар нені сатып алады? Оны аз десең, жаңағы талайып тастады айналаға, мал жайылатын жерге. Сонымен мүсәпір болып отырмыз біз.
Бұл мәселені былай мен бұны жақсы білем. Қазір біз мына аудан болып келдік қой. Келгеннен кейін кеше қарап, кәсіпкерлерге ауылға бір жағдай жасайын дедік. Bir жер түртсең артынан егесі шығады. Иә, сондай. Ол егесі осы ауылдың адамы болса мейлі ғой, осы ауылдың адамы. Бұл ауылдың адам емес. Ол Түркістаннан, Шымкенттен, Кентаудан сатып алған гос актісін көтересің. Гос актісін алып келеді. Енді біз заң аясында жұмыс жасауымыз керек. Біз қазір үкімет президент былтыр айтты. Ауылдың айналасындағы 5 километр мен 10 километрдің арасындағы жерлерді қайтарып, шаруалар жаңа ауылда 2 сиыр бағып отқан үшін малын 5-10 қойымыз бағып отқандар ауылдың айналасына малын жаю керек деген жайылмалы жерлерді қайтару жөнінде тапсырмасы бар. Бірақ оны енді кім істеу керек дейді? Прокуратура мен әкімдік істеу керек дейді. Әкімдікке сенбеймін деді, өйткені әкімдік бәрін сатып бітірген деді. Міне біздің алған бағамыз 30 жылда. Бәрі сыбайлас болып кеткен деді. Сондықтан мына мәселені сіздер осыдан 3 жыл бұрын айқайлап көтере бергендеріңізде бір нәрсе болатын еді. Қазір 1 минут Әлшемнің сөзіне жауап берейін. Сондықтан біз қазір, мен барлық ауылдарда айтып жатырмын. Оны қоғам болып, сіздер болып, біздер болып шешейік. Өйткені мен қазір мына жерге дейін бете сал деп мен айта алмаймын. Өйткені оның жердің қай жер кімдікі не екен сіздер менен жақсы білесіздер. Сондықтан біздің земельныйларға сіздер көмектесіңіздер. Біздің земельный қазір ол біреудің айтқаны мынаусымен жүрмейді. Қазір сол халықпен. Сондықтан мына ауылдың айналасында жерді, ертең сіздер қазір айтып отырсыздар. Сіздерге үйіргелік жер керек, дұрыс па? Бір үйде 2-3 келіннен отыр. Қазір сұрайсыздар ғой, бізде жастар отыр, үйлері жоқ деген, ол проблема да бар. Оны да өздеріңізбен бірге шешуіміз керек. Қазір 27 мың гектар жерді, жайылым жерді біз қайтардық. Ол енді анау мына сырттағы Бабай қорған, мына жақтарда анау таудың бөктеріндегі жерлер. Оларды алып қойған ғой. Малы жоқ деп оны алып жатырмыз. Қазір кімде-кім қорасы жоқ. Қорасына сай мал келмесе, оны қайтаратын заң бар. Қазір бөлек земельный инспекция дегенді құрды. Олар енді сол жерлерді алумен айналысады. Мысалы бүгінгі осы тақырып мектеп. Ол нәрсені мектепті айттым ғой. Мектепті айтқанда сіз уәде беріңіз, бізге осы биыл салынатын болса, салынбайтын болса, біз еще 30-нан бастап ешқайсы бала шағасын бермейді мектепке. Сондай нәрсе істемесекше, ол білесіз ғой Ғалеке, мен де көріп жүрмін бәр нәрсені. Уәде болып жүре береді ол. Талғай, сен оқыған адамсың. Мен оқысам да бар ғой, мен айтып отырмын ғой, осы сіз айтып отқан нәрсенің бәрін бұлар сіз айтпай, қазір айтып бәрі айтып шығады. Бірақ бізге уәде, сол үшін біз сізді қазір шақырып жатқанымыз сол. Бірінші мектеп болып тұр бізге. Мектеп бізге. Басқаның бәрі ол и так істелінеді ол. Ол өкімет істейді ол. Мектеп па? Мектеп, главное, биылға уәде беріңіз. Сұрақ. Уәде бермейтін болса, сразу не қойыңыз. Сен олайынан бастырмалатпа. Ондай нәрсе болмайды да ғой. Қалай болмайды? Сен бүйтпесең, бүйтпейміз. Сіз істей болсаңыз, істететін адамға не қыламыз біз? Істететін адамың қайда? Істетеміз, жібереміз. Міне Тоқаевқа сайтына дайындап қойдық уже. Мен сізге айтайын. Тоқаевқа сайтына жазыңыз. Мен сізге жазбадаймын. Ол сіздің құқыңыз. Сайтқа жазыңыз. Бірақ барлық заңдылықпен келеді ғой. Егер сенде бірде-бір проект жоқ болса, Тоқаев келіп осы жерге мектеп сап бер дей ма? Сап бер демейді. Мен сізге айтып отырмын. Таубай, тұра тұрсай. Сен енді Таубай, сен оқыған адам. Тұра тұрсай, сен қоғамда жүрген адамсың. Сен қоғамдық бір үлкен қоғамды басқарып отырған адам. Халық шешеді ол. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, шешсе шешпейді, заң не алмайды. Заң да осы халыққа қарайды. Халықтың жағдайына қарайды бәрі. Халыққа қарайды. Не десем да? Тұра тұрын. Таубай, халыққа қарамайды деп тұрған жоқ. Халық жалғыз сен емес қой, халық мініп отыр. Мен жалғыз өзімді айтып отқан жоқпын, Ғалеке. Жоқ, дұрыс, мен де өзімді айтып отқан жоқпын. Мен де халықты айтып отырмын. Ғалеке қойыңызшы, сіз айтып отырсыз ғой, мақұл, мен үлкен неде істеп жатырмын да, бірақ осы ауылға келуге ұяламын. Келсем бәрі айтады, сен сол жақта істеп жүр. Қалай сен айтпайсың дейді. Мен айттым ба, мен уәдемді істеймін. Мен айттым ба, уәдемді істейтін адаммын. Істемеймін деймін ба, мен істемеймін. Сондықтан мен мектеп маған қарамаса, мен сендердің алдына келіп отырмын. Өйткені мен сізден де жоғары жаққа дейін бардым қазірдің өзінде. Қаншама жерге барып келдім уже. Қанша адамдарды әкелдім осы жерге. Кеше депутаттың алдында, кеше 2 депутаттың алдында арнай Нұр Отанына барып көтер. Мынаған проекттік ақша бер. Ақша бермесең жоқ. Ақшамыз биыл ғана отыр. Мен сізге айтып жатқаным сол. Былтыр менде ақша болғанда, былтыр мен проектісін істетіп қоятын едім. Менің ақшам кеше жаңа жылдан кейін отырды. Онда да мен мектепке бөлемейді екенмін. Мен
Абланоның қазір есін күнде осы мектептер үшін жүр. Сондықтан мен сіздерге айтып жатырмын, қазір проектіге мен ақша бөлдірдім. Ертең осы март келіп жатыр ғой. Мартта или апрельдің басында облыстық бюджетте уточнение болады. Таба енді 27 жыл шыдадың, енді 1 жыл жарым жылға шыдауға болады. 1 жылға шыдай алмаймыз. Жоқ, шыдамағанда Күзге шейін мақұл десеңіз, күзге шейін уәде беріңіз. Енді елдің мұң-мұқтажы бұл қашанда таусылмайды. Енді бірақ айтылатын өзекті мәселелер оның ішінде. Мысалы, Әл-Фараби бабамыз айтады, ең бірінші балаға тәрбие бер, одан кейін білім бер дейді. Егер білімді бірінші беріп тәрбие бермесең, ол адамзаттың қас дұшпаны болады дейді. Ал енді заманында екі батыр қырқысып атса, бірігіп айтады дейді. Арамның жолы қиқалан, адалдың жолы төтеді. Жақсы жаман әркімнің арасынан өтеді. Араздаспай, таласпай, тату жүрсек нетеді. Бұл дүниенің қызығы сонда барлығына бірдей жетеді деген екен. Ал енді Ғани Құрмашұлы айтпасаң сөздің атасы өледі. Бұл ауылдың проблемасы, сондықтан да бұл мектептің зары, бұл мектептің мұңы Құдай қаласа шешіледі деп ойлаймын алдағы уақытта. Тек қана бұл уәде, құр уәде, ештеңеге апармайды. Өтіріктің балын жегенше шындықтың уын ішкен жақсы да. Өйткені жақсының артында жақсы ғалымның хаты қалады бұл дүниеде, жақсының аты қалады. Алланың нығметін алдық, бірақ қызметін қалды. Енді егемендік алдық, 30 жыл болды, рахмет, өсіп өндік, өркендедік, бірақ халықтың қамын ойлайтын, елдің ертеңін ойлайтын азаматтар, аптал азаматтар құн түйінған мойын болды. Мен енді айтайын дегенім, осы ауылдың бар тізгінін Біржанменен Таубайға берсем деп отыр. Мен ауылдың ақсақал ретінде, кәрес ретінде осы екеуіне берсек, осы барлық тірік дос егіп атқаса. Естіңдер ме, Таубай шаштарыңды жұламыз. Айтқанымыз болмаса. Мінекей көрермендер, ауылдың басты мәселесі ауылға жаңа мектеп тұрғызу. Осыған байланысты Сауран аудан әкімі өзі арнайы келіп ауыл тұрғындарымен мектеп ішінде жүздесті. Аудан әкімі Ғани Құрмашұлы ауылға жаңа мектеп салуға барынша әрекет жасайтындығын ел алдында шегелеп айтты. Ағайын, биліктен мектеп сұраған Құмтиын ауылдың тұрғындарының жан айқайы тек ауылдың емес, баршамыздың да жан айқайымыз деп білемін. Мектеп ұрпақ болашағының кілті емес пе? Осыған байланысты біздің арна әкім сөзіне куә болып, мектеп салынғанға дейін бұл жағдайды назарымыздан ешқашанда тыс қалдырмаймыз. Яғни ауылмен байланыстамыз. Әкім елге қызмет жасасын, халық әкімге берсін, батасын деп біз бүгін өз бейнемізді тәмамдаймыз. Айтпақшы, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, сәлематта болыңыздар. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.